қазіргі кезде өкінішке орай әлемде Құранға қастандық жасап жатқан жерлер бар. Сондықтан біздің ата-бабамыз қасиет тұтқан, қадір тұтқан, қазіргі кезде мұсылмандар үшін өте қасиетті болған кітап ол Құран-ы Кәрим кітабы. Сондықтан Құранды біз әрқашан қастерлеуіміз керек, құрметтеуіміз керек. Бүгінгі шарамызда осы қасиетті Алланың кітабына деген көрсетіліп жатқан үлкен құрмет. Бүгін мінекей біздің ұлттық мерекеміз республика күнінің қарсаңында халықаралық тұңғыш рет Құран жарысы өткізіліп жатыр. Алла тағала сәтін нәсіп етсін.